Бұл жерге бөгде адамдарға кіруге рұқсат жоқ. Камера, пожалуйста, этого не надо. Шоу-бизнес жұлдыздарының көрермен көрмейтін сахна сыртындағы өмірі қандай? Ұнамайды. Әншілердің сахна алдындағы әзірлігі. Әрленіп сәнденетін бөлмеміз дайындалады. Опа далапсыз келбетіңіз келіскен бе? Жек көреміздің түрімдік бояусыз. Жұлдыздардың жарты ғұмыр өтетін грим бөлмесінде қандай құпиялар айтылады? Мына бетімнің бәрі ел шынын айтсам. Ал қазақ эстрадасындағы көңіліне көп нәрсе жаға бермейтін ең кірпияз әншігім. Капризный әншілерге жатам. Тұңғыш рет жұлдыздар сахна сыртындағы тұрмысын ашық көрсетеді. Дәл осы жерде әншілердің жарты ғұмыр өтеді. Бұл әртістердің сахнаға шығар алдындағы түр әлпетін реттейтін, киімін ауыстыратын бөлмесі. Көрермен үшін театр киімілгіштен басталса, актер үшін грим бөлмесінен басталады. Неге өзіңіз қараңыз, әртістер бөлмесі. Енді өзіңіз төрлетіңіз. Ресми түрде бұл жерді грим бөлмесі деп атайды, бірақ кейбір әншілер әртістер бөлмесіне сырласу немесе шүйіркелесетін орын, тіпті өсек айтатын бөлме деп ат қойып қойған. Мынау біздің әртістер бөлмесі. Осында біз келіп жиналып, қыз балаларға киініп, боянып, андасында өсек айтамыз. Мұнда киімдеріміз ілініп тұрады. Айнаға қарады, шашын тарады, опа далабын жақты. Бұл әншілердің әрбір концерт, түсірілім немесе той алдындағы міндетті түрде жасайтын ең маңызды жұмыстарының бірі. Халық алдына жарқырап шығу әнші үшін өнер жолындағы маңызды міндеттерінің бірі. Жазылмаған бір шындық бар. Мәселен, әнші ән айтып тұрған сахнадағы 5 минуттың ішінде оның әнін тыңдап отырған кейіп танытқанмен, кейбір көрермен әншінің кескен келбетін басты назарда ұстайды. Толып кетіпті, қартайып қалған сияқты ма деген әңгіме судан тараса керек. Сондықтан ән айту өз алдына сахнаның сәнін кіргізіп тұрарлықтай келісті келбеттің болуы да көрермен үшін аса маңызды. Оның үстіне күлім көз, оймақ ауыз, қиғаш қасты қолдан жасауға болатын бүгінгідей заманда әншілерде әрі үшін аянып қалмасы анық. Бірінің жеке стилисі бар, енді бірінің бет әрлеуші маманы үнемі жанында жүреді. Бет бойлайтын қызым бар. Стилист шаш жағына қарайтын болсақ, то Газиза деген қызымыз бар. Соған, тек қана соған да беремін. Асығып келген кезде осы гримердің өзінде қолмен өзіміз жасап жібереміз. Яғни әншілердің бет бояуға үйреніп алғаны соншалықты, кейбірі әлпетін әдемілеуді өзі ақ қатырады. Мәселен, Ақбота Керімбекова өзінің бет әлпетін ғана емес, әріптесі Сержан Әлінің де жағдайын жасап жүр. Ал елінің еркесі Қайрат Нұртастың сахна киімдеріне 2 адам жауапты болса, шашы мен бет әлпетін әрлейтін тағы бір қызметкері қоса бар. Ол сен емес, сүйінішім болған кез. Алайда әншілер грим бөлмесінің де тартқызар тауқыметі барын айтады. Сахнаға сан түрге еніп, жарқырап шыққандар мен сахна сыртында аядай бөлме сан адамға таршылық етеді екен. Мына жерде құрғанда 20-30 адам отырмыз, ауа жоқ, ыстық. Мәселен, бүгін 10 жылдан аса өнерде жүрген Ақбота Керімбекова әртістер бөлмесін бір емес 10 адаммен бөлісуге мәжбүр. Негізі бұл жерде 6 адамдық орын. Бірақ енді бізде кейде 10 шақты адам жиналамыз, кейде 15 шақты адам жиналамыз. Ол жалпы қандай концерттік бағдарламаға байланысты. Осы жерде әдем боламыз. Жалғыз Ақбота емес, атағы Дардай, Мақпал Жүнісова, Майра Ильясова, танымал әнші қыздарымыз Бейбіт, Мадина, Алтынайда бір жерде қысылып, шашылған заттардың ортасында әлпеттерін әрлеп, әбігерленіп жүргені. Ұнамайды. Өйткені осыны айтып келе жатқанымызға 10 жылдан асты ма? Енді не істейміз енді? Айтасың, ит үреді, керуен көшетінің керімі. Енді бәріміз тығылысып, осы жерде отырамыз, не терезе ашылмайды. Халық әртістер де осы жерде, еңбек сіңірген қайраткерлер де осы жерде. Жаңадан қадам бастап келе жатқан әншілердің барлығы да осы жерде. Кез келген сарайда, кез келген жерде су қол жетімді жерде болу керек. Керек болмаса ине жіпке дейін болу керек деп ойлаймын да. Егер мен қандай да бір сарайдың
бийлигимен кузурунда болатын болса барлық мүмкүнчүлүк жасаган болот. Ендеше Сәкен ағамыздың Музартты қойып сарай директоры қызметіне тағайындалу жағын ел болып қарастырамыз бәлкім. Өйткені Алматыдағы жақында ғана күрделі жөндеуден өткен республика сарайынан өзге концерт залдарының грим бөлмелері өнер адамдарына өте қолайсыз екен. Ералхан, біз шешініп киінетін бөлме бұған сәйкес келу керек. Бұдан былай біздің әртіс қауымы ренжімесін десең, аның бәрін жөндеп қой. Сонымен бір жақсы бөлмені біздің үлкен әншілеріміз, Бибігүл апамыз, Ескендір ағамыз, Нұрғали ағаларымыз сияқты үлкен әншілер келгенде әдемі кәдімгі вип комната жасайтын болды. Бірақ кейбір әнші қыздарымызға қысылып бір бөлмеде отырған ұнайтын болып шықты. Себебі барлығы бір жерге жинала кеткенде айтылар қызық әңгіме көп екен. Бір гримерка беріп қойған кезде бәріміз бір-бірімізбен көрісіп, хабарласып, тіл алысып сөйтіп жатамыз. Сондықтан да бұның тек қана жақсы жағы да бар. Иә, қызық әңгімелер айтылатыны Жұлдыздар жарқырайды жобасының тілшілері де куә болды. Қызық дегеннен гөрі әншінің өзі байқамай айтып қалатын сыры десек те болатын шығар. Мына бетімнің бәрі кел шынын айтсам. Мынаның бәрі. А если мен келіп салмасам, я вообще буду вот такая. Камера, пожалуйста, этого не надо. Грим бөлмесінде тағы қандай құпиялар айтылады. Бет әлпетін опадалапсыз көрсетуден қашатын әншігім. Жек көремін өзімнің түрімді бояусыз. Театр сахнасының сыртындағы қызықтар. Маған осы мұртты жабыстыруға тура кетті. Бұл туралы толығырақ аздаған жарнамадан соң арнамыздан ауыспаңыздар. Тарлығына, қолайсыздығына қарамастан әншілердің жарты ғұмыр өтетін бұл грим бөлмелерінде олар бір-бірімен қуана қауышатындарын жасырмайды. Шүйіркелесіп, жеке өмірімізді сұрап, бала шаға қалай деген сияқты, бір-біріміз сағынысып көрсеміз шыны керек. Қызықты әңгімелерін айтып, шүйіркелесіп қалатын өнер жұлдыздары дәл осы бөлмелерде құпия сырларын әбден ақтарып алатынға да ұқсайды. Что мне теперь делать? Я же откровенная. Беттің бәрі өте аша. 40-қа келгеннен кейін бетпен алысу проблемасы басталды ғой. 40-қа дейін я никогда не думала, что я когда-нибудь буду переживать из-за своего лица. Мінезі тік өтіріктен өзін аулақ ұстайтын Меруерт аруымыз осылай қазір шынын айтам деп сырын айтып отыр. Бір қызығы опадалапсыз